Ассалаумалейкум, құрметті YouTube көрермендер. Здравствуйте, дорогие зрители, любители домашних животных. Вот біздің ақбақай жабағымен алдындағы ауырған жабағы жазылды. Уколдары бітті. Енді өздері бос аулада шөп жеп жүр. Ақбақай танитындарың болса, достар, лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап қойыңыздар. Міне біздің алып келген қойлар. Алдында түнде 3 қой алып келді. Аткорм ұстауға. Осындай загоны бар. Үш қой сыймай қалды, осында жерді ұзартайын деп тұрық. Мынандай кормушкасы қолды істеген. Бастарын тығып шөп жейді. Şayet sana ait. Қойларды аткорымға бірінші стан деп тұрып. Достар, білетіндерің болса, комментарий қалдырып, комментарий жазыңыз. Достар, осындай контент ұнап жатса, жаңағыдай мал, қой, жылқы, ауылдың атмосферасы, онда обязательно подписка жасап қойыңыздар. Біздер уже 3000 болдық, 3000-нан астық даже. Қолдап жатқандарыңызға рахмет, көп-көп. Сосын штакетник тауып, мына жерді бүйтіп ұзартамыз. Қойларға мына жерді тар болып тұр. В общем, шаруа осындай. Достар, мен стойкасын таптық. Стойкасын қазір көміп тастаймыз. Штакетінен қойып, аткормға орын әзірлеп, дайындап, осы 3 қой болады. Вау! Қойларға кең болады орын. Мына жерге міне кормушка түсіп, осындай тамақ ішетін жерлер. Екеу жарай ма? Кормушка қолдан істелінген. Қолдан жасаған кормушка. Заводской дейсіз.